Сарыағаш аудандық прокуратурасының ұйытқы болуымен біз есірткіге қарсымыз атты ұранмен Сарыағаш қаласы әкімінің кубогы үшін кіші футболдан жарыс өтті. Жарысқа қала мектептерінің жас спортшылары қатысып, өзара тартысқа түсті. Нақтырақ алдағы бейнематериалда. Бұл іс-шараның мақсаты жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау, сондай-ақ нашақорлықтан аулақ болуды дәріптеу. Жарыстың ашылу салтанатында аудан прокурорының орынбасары Асылбек Түршеков сөз сөйлеп, қатысушыларға сәттілік тілеп, мұндай спорттық шаралардың жастарды дұрыс бағытта тәрбиелеуге зор серпін беретіндігін атап өтті. Жарыс барысында жас футболшылар өз шеберліктерін көрсетті. Қарбалас тартысты ойындар өткізді. Сарыағаш қаласы әкімінің орынбасары Берікжан Жолдасбеков барша жастарды салауатты өмір салтын өмірлік қағида етуге шақырды. Сарыағаш қаласы әкімінің кубогы болып жатыр бүгін. Сарыағаш қаласы аумағындағы барлық мектептер қатысуда, 8 команда. Кім мықты дейді ғой, соның ішінен іріктеліп, қазіргі жеңімпаз командаларға арнайы Сарыағаш қаласы әкімінің кубогы, арнайы марапаттары бар. Үздік ойыншы, үздік шабуылшы, үздік қорғаушы марапаттары ұсынатын боламыз. Ойындар аяқталған соң жеңімпаз командалар мен жүлдегерлер марапатталды. Қуаныш Амангелді, Марат Жолдас, Сәттелі арнасының жаңалықтар қызметі.